Қайырлы күн достар. Бүгін шығыс елінің тәттілерінің бірі гата деп аталатын печеньені дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші електен ұнымызды өткізіп аламыз. Одан кейін ары қарай қантымызды және де шым-шым тұзымызды ғана қосамыз. Қопсытқышымызды және де ванилинімізді қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Одан кейін міндетті түрде холодильниктен шыққан сары майымызды аламыз. Себебі теркадан өткізген кезде жақсы өту үшін сары майымыз салқын болған дұрыс. Барлығын осылай араластырып аламыз. Бізде песочный тесто сияқты болу қажет. Ары қарай бір жұмыртқамызды жарамыз. Одан кейін бізге міндетті түрде негізі айран қосылады. Айран болмаған жағдайда сүт қоссаңыздар болады. Жұмыртқамыз жақсы араласқаннан кейін сүтімізді қосып, қамыр елейтін боламыз. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр болу қажет. Қамырымыз дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Қамырымыз демалам дегенше біз ортасына салатын салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге бір кесе жаңғақ қажет. Жаңғағымызды блендердің көмегімен езіп аламыз. Енді бір жұмыртқа ғана қажет. Жұмыртқаның ақ уызы ғана осылай тарелкамызға салып, шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін осы ақ уызымыздың үстіне қантымызды қосып араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін енді осы қоспаны жаңғағымыздың үстіне қосамыз. Біздің ортасына салатын салмамыз дайын деген сөз. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Енді демалып болған қамырымызды алып, екі бөлшекке бөліп аламыз. Егер қолдарыңызға жабысатын болса, кішкене ұн сеуіп қойсаңыздар болады. Қамырымыздың бір бөлшегін алып, осылай видеодағыдай жайып шығамыз. 4 бұрыш қамыр болу қажет. Осылай барлығын өте қатты жұқа болмау қажет. Орташа қалыңдықта. Енді салмасын қасықпен осылай ортасына жағып шығамыз. Барлық шетіне жағып шығамыз. Енді салмасын салып болғаннан кейін рулет сияқты қамырымызды орап шығамыз. Осылай орап аламыз. Басып жібересіздер. Енді үшбұрыш етіп кесетін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кесесіздер. Осылай өте әдемі болды. Енді барлығын пергамент қағазын төселген противенімізге жинап, үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Барлығын жағып аламыз. Өте керемет, әдемі печеньелар шықты. Оған дейін пешімізді алдын ала қыздырып қоятын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта піседі. Достар, өте керемет болып пісті. Сіздерге жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте жұмсақ, дәмді, бір жасағаннан шығатын өте дәмді печеньелар. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған ұл болсын.